Алтын күз қылышын сүйретіп қыста келе жатыр. Арасында жаңбырлы тест-драйвтың болған жақсы ғой. Ол жеке JAC J7 туралы не айтасың? Алуға стоит па, жоқ па деген сауал жиі келеді. Сандармен, нақты мысалмен жауап беруге тырысам. Олжас Оқас арнасына қош келдіңіздер. Баршаға ассалаумағалейкум. Бастаймыз. Былтырғы жылы JAC автокөлігінің 5000 данасы сатылса, тең жартысы дәл осы J7. Айналайын-ау, көлік мүлдем жаман болса, осынша құрша адам ала ма? Оған дейін сатып алған 10 000 клиент туралы не дейсіз? Машина италиялық дизайнымен тартымды, комплектациясымен бағасы тәтті. Ал енді реали плюсы мен минус туралы айтсақ. Мінеки 206 000 жүрген машина. Иесі Батырбек жанымда. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Батеке, қалыңыз қалай? Жақсы, Аллаға шүкір. Машина туралы не дейсіз? Ұнап жатыр ма өзіңізге? Көңілден шықты. Басында Қытай деп қорқып алған едім. Үмітімді ақтады. Мен бұны енді қазақтың Камрисі ретінде көремін. Жаңа Камри деңіз. Жаңа Камри. Тюбай дейтін. Қанша болды мінгеніңізге? 2023 жылы алғам, мартта. 2025. 2 жыл. Бампердегі мына нүктелерден машина 200 000 шапқылап тастағаны көрініп тұр. Батеке, нөмір қисық қой, ДТП болған ба? Көктемде алдыма ит шығып, ит қақып кеткен біраз. Ит қақып кеттіңіз ба? Ё-майо, қараңыздар, меңгерігі бәз қалпында, зауыттан жаңа ғана шыққандай. Бірақ ағамыз көлігін жақсы көретіні көрініп тұр, өйткені салонда жұпар иіс аңқып тұр. Қараңыздар, кілтін чехолға қаптап қойған ғой. Орындығы түрін жоғалтпапты, шеткі секциялар сәл мыжылған болса да формасын сақтап тұр. Бұлғарысы нормальный жағдайда, артта енді орын көп, базар жоқ. Постоянно 95 қоям. Қалай салоннан алдым, 95 000 жүрдім. Батеке, минустар болса ұялмай айта беріңіз. Мультимедиасы қуды ма, аспасы қалай? Мультимедиасы маған ұнады, сапалы. 2,5 жылдан бері тізгіндеп жүрмін. Бірақ әлі қуып, не қылып, бүйтіп істеген жоқ. Әдемі істетті, дауысы да керемет. Тек қана расходник ауыстырып жүрсіздер, Тек қана расходникті. Сергасын 2 рет ауыстырдым осы 200 000 ішінде. Колодкалар, сондай майда шүйделер. Втулка стабилизатор. Втулка стабилизатор. Ол бар. Енді достар, көріп тұрсыздар, 200 000 жүрген машинада мынандай енді бүлінген, сырылған жерлері болады. Жақсы, іске сәт. Рахмет көп. Көлік туралы информация чаттар мен форумдарда толып тұр. J7 фанаттары құрылтай ашып алған ғой. Машина өз бағасынан қымбат көрінеді. Сонысымен тартымды. Қытайлар дизайнды өлтіріп жіберген ғой. Стильді заманауи лифтбек, жарықдиодты оптика, шанақ сызықтары байсалды. Қысқаша қайырып сипаттағанда дизайнымен кредитін ақтап тұр. Баға сапа қатынасы туралы сөйлессек, J7 серфинг шебері құсап, осы балансты ұзақ жылдар бойы сақтап келеді. Соның арқасында үндемей топ рейтингке кіріп алған және түспей келеді. Жоқ, көлікті мақтап жатқаным емес, керек десеңіз тізіп берем. Дыбыс изоляциясы нашар, Цин империясынан бері жақсармаған. Көптеген жүргізушілер осыған уәж айтады. Материал сапасы орташа, пластик қатты, лак бояу сыртқы әсерге төтеп бермейді. Бұл тұрғыда J7 неміс үштігімен бәсекелесем деп тұрған жоқ. Бағын айтқаным сол ғой, дыбыс изоляциясы ақсап тұр, сырттан артық дыбыс кіреді. Ал эргономикасы жақсы, негізгі органдарға қолыңыз спокойно жетеді. Маңайдағы жағдайға көрініс тамаша. Комбинацияланған саймандар панелінде информация анық оқылып тұр. Apple CarPlay, Android Auto зауыттан орнатылған. Отырыс қалпы ыңғайлы, салон кең, проекциялық монитор болғанда вообще қат кетуші еді. Салон кең, артта биік жолаушыларда комфортты жайғасады. Жүк салғыш көлемі 500 литр, отбасылық саяхатқа керек осы. Топ нұсқада үлкен вертикалды мультимедиа экраны, былғары салон, круиз, климат, камера, автохолд, люк және тағы басқа. Осы Қытайдың артықшылығы аз ақшаға көбірек береді.
Автомобильдің техникалық мінездемесі туралы Қаз-Колеса KZ арнасында шыққан видеода тәптіштеп айтып бергем. Көріңіздер, мінеке сілтемесі Шымкентте түсіргенбіз. Расын айту керек, вариаторлы 1,5 литрлік қозғалтқышы біреуді озу үшін тәпішке басқан кезде қиналады. Алайда бір қалыпты байсалды жүріс кезінде базар жоқ, комфортта, трансмиссиясының жаны бар секілді. О не дегенім? Бір кісі көлікті ұзақ жылдар бойы басқарса, соның мінезіне қарай қорабы бейімделіп икемделеді. Ж7-де Punch VT3 вариаторы қойылған. Оны қаладағы комфорты үшін көбісі мақтайды. Нюанстары да бар. Қарқынды жүріс кезінде көп ойланады. Яғни машина акселерацияға әп-сәтте жауап бермейді. Көріп жүрміз ғой, модель такси қызметінде шапқылап жүр. Ауырмай, сырқамай ұзақ жүрсін десеңіз, майдан ақша аямау керек. Фильтрін жиі ауыстырып, суыту жүйесіне қарап қой досым. Вариатор ұзақ жұмыс істеу үшін қарапайым ереже сақтаймыз. Регламент бойынша май фильтрін ауыстыру керек. Ауыр жұмысқа салма, үнемі тауға аңырата берсең, қорабы қызады. Пробуксовка керек емес, температура режимін сақта. Зерттеп көрдім, әгер әке бірдеңке болса, трансмиссияны шашып, деталін ауыстырып, қайта жинау примерно 500-700 мың теңге. Бір айфонның құны. Сонымен қорытынды JAG G7 сұлбасы сұлу заманауи лифтбэк. Қалада жаймен тіршілігін дөңгелетіп жүрген кісілерге жарасады. Ал мамасының гонщиктеріне болмайды, өйткені мінездері келіспей қалады. Көліктің плюсы да, минусы да бар. Бұл мәселеде ең бастысы күтім екен ұмытпайық. Күтімсіз қатында еркекте тозады. Солай арнаға тіркеліп лайк басып пікір жазуды ұмытпаңыздар. Амандықта жүздескенше.